Егер а азайту б тең 2 және а квадрат азайту б квадрат тең 28 болса, онда а мен б мәнін табу керек. Ә, бұл есепте енді әртүрлі жағдай қолдануға болады. Ең қарапайым тәсілді қолданайық. А тең 2 қосу б. Міне а тең 2 қосу б. Соны орнына қойайық. 2 қосу б-ның квадраты азайту б-ның квадраты тең 28. Осы жерде міне тағы да 7-ші сыныпқа дайындық жүреді. Мына жерде қысқаша көбейту формуласы а плюс б квадрат тең а квадрат қосу 2аб қосу б квадрат. 7-ші сыныпта осы форма өтіледі, яғни жаттап аламыз, және бұл ұбт-ға да келеді, жаттаймыз. Сонда мінекей біріншісінің 2-нің квадраты 4, 2-ні б-ға көбейтсем мінекей 2б болады, бірақ тағы 2 еселесем 4б болады. Қосамын, б-ның квадраты б квадрат. Азайту б квадрат пен б квадрат қысқарады, 4б. 28-ден 4-ті азайтамыз, болады 24. 24 4-ке бөлеміз 6. б тең 6, а деген 2 қосу 6, 8 болады. Сонда 8, 6. Жауабы С болады. Тексеріп жіберсек те болады. 8-ден 6-ны азайтсақ 2, 8-дің квадраты 64, 6-ның квадраты 36, 64-тен 36-ны азайтсақ 28 шығады.